Сәлем достар, бүгін сіздермен рогаликтердің рецебімен бөлісемін. Бізге керек сары май, ұн, қаймақ, жұмыртқа. Ұнды иіліктен өткіземіз, жұмсақ сары майды салып, қолмен еземіз, крошка жасаймыз. Қаймақты және жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды пищевой пленкаға орап, холодильникке 30 минутқа саламыз. Қамырды холодильниктен алып, 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін жұқа етіп жаямыз. Қамырымыз жұқа болу керек. Енді осы жайылған қамырды 16 бөлікке бөлеміз. Ортасына вареная сгущенка саламыз. Рогаликті ораймыз. Бірінші ораған жерін, яғни сгущенкасы бар бөлігін екі шетінен қысып ораймыз, яғни сгущенкамыз ағып кетпеуі үшін. Пергамент қағазына төсеп, рогаликтерді қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут пісіреміз. Бұл рогаликтер қатты қызыл болып піспейді, ақшылдау болып піседі. 25 минут пісіреміз. Одан артық пісірмеген жөн, өйткені рогаликтеріміз қатты болып кетуі мүмкін. Суыған рогаликтерді қант ұнтағына батырамыз, видеода көрсетілгендей. Біздің өте дәмді рогаликтеріміз дайын болды. Қамырының құрамында қант болмағанмен өте дәмді. Қант ұнтағы мен сгущенка керемет дәм береді. Сгущенканың орнына шоколад, піскен мак, грек жаңғағын, қантты салсаңыздар да болады. Бұл рогаликтер өте тез дайындалады. Кететін заттарды қолжетімді болғандықтан қонақ келгенде тез жасап жіберсеңіздер, дастарханда әдемі болып, керемет болып тұрады. Жасап көріңіздер, лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.